Сәлем менің құрметті тыңдарманым. Менде сенің жүрегің соғып тұр әңгімесінің жалғасы. Терім жарыла бастады, қолымда, аяғымда. Денеме күлдіреуіктер шығып кетті. Ол басын жастыққа үйкегенде, шашы жастыққа төгіліп қалатын еді. Кейіннен барлығының шаштарын алып тастады. Мен оның шашын өзім алмақшы болғанмын, бірақ болмады. Ол үшін барлық нәрсені өзім жасағым келді. Оның қасында 24 сағат бойы отыра берер едім. Тек әлім жетпейді. Әр минут мен үшін қымбат еді. Бір күні оның қасына барсам, столда апельсин тұр. Үп-үлкен, бірақ сырты сары емес, қызыл. Күлімсіреп, маған сыйлады. Өзіңе ал, же деп қояды. Медбике болса, пленканың ар жағынан қолын сермеп, жеуге болмайды деп айтып жатыр. Оның қасында болған затты жемек түгілі қолмен ұстауға қорқасың. Сен апельсинді ұнатасың ғой, қане жеші деп айтты. Мен апельсинді қолыма алдым. Сол кезде ол көзін жұмып ұйықтауға кірісті. Олар үнемі ұйықтататын дәрілер салынады. Медбике маған қорқып қарап тұр. Ал менше, мен ол үшін кез келген нәрсені істеуге дайынмын. Ол өлім туралы, оның ауруы емделмейтінін және менің одан қорқатыным жайлы сезінбесе болды. Маған бір дәрігер айтқан еді: ұмытпаңыз, сіздің алдыңызда жатқан сүйікті күйеуіңіз емес. Ол жатқан радиоактивті зат өте улы. Сіз өзіңіздің басыңызды өлімге тіккелі жатырсыз. Өзіңізді ұстай біліңіз, абайлаңыз. Ал мен болсам, мен оны сүйемін дей беремін. Ол ұйықтап жатса да құлағына мен сені сүйемін деп сыбырлаушы едім. Есіме баяғы бірге өмір сүрген өмірімізді көп алушы едім. Біздің жатақхана, ол менің қолымды ұстамаса ұйықтай алмайтын еді. Тіпті ұйықтағанда да қолымды жібермейтін әдеті бар еді. Түні бойы солай. Ал енді ауруханада мен оның қолынан ұстап жібермедім. Түн, тыныштық. Біз екеуміз ғана. Маған мұқият қарады да: біздің баламызды көргім келеді. Қандай болады екен ол? Оның атын кім деп қоямыз? Оны енді өзің шешерсің. Неге мен өзім? Сен бар емессің бе? Егер ер бала болса, Вася, қыз болса, Наташка болсын. Васясы несі? Менің Васям бар ғой, біреу, ол сен, басқасы керек емес. Осы уақытқа дейін оны қалай сүйгенімді білмеппін. Ол тек қана сол. Соқыр сияқтымын, ішімдегі баланы ұмытып та кететінмін. 6 айдамын. Балама ештеңке болады деп ойламадым. Құрсағымда ғой. Мен оның камерасында қонып жүргенімді дәрігерлер білмейтін еді. Медбикелер рұқсат беретін. Басында көндірмекші болып: қызым-ау, жассың ғой әлі. Бұл адам емес, реактор ғой, сені жандырып бітіреді дейтін. Мен күшік сияқты олардың артынан қалмай, есіктің артында сағаттап тұрып алатынмын. Өтінемін, жалынамын. Болмаған соң олар: сайтан алғыр, сен есіңнен адасқансың деп жібереді әйтеуір. Таңертең 9-дан кешкі 9-ға дейін оның қасында боламын. Оны күніге суретке түсіріп жатты. Бірақ түсіріп жатқандарын менен жасырғысы келеді. Тек бір жамылғымен түсіреді. Кейде жалаңаш күйде. Мен сол жамылғыны күніге таңертең ауыстырушы едім. Кешке дейін әбден қан болады. Жамылғыны ауыстырарда оны әрі-бері қозғалтамын. Денесін ұстағанда терісі қолыма жабысып қалады. Тырнағымды да қанағанша алып тастап, тек оны жаралап алмаймын деп. Медбикелердің ешқайсысы оны ұстамайтын, тіпті жақындамайтын. Бірдеңке болса, мені шақырады. Оны суретке түсіре беретін. Арнайы ғылымға дейді. Мен олардың бәрін қуып жіберер едім. Әттең қолымнан келмейді. Кезекші медбикеге: ол өлейін деп жатыр.
Енді не деп ойлайсың? Ол 1600 рентген алды. Ол адамды өлтіруге 400-і жетеді. Сен реактордың жанында отырсың. Барлық жері менікі. Сүйемін. Әрбір түгіне дейін сүйемін. Менің Васям. Соңғы есімде қалған нәрселер. Түн. Жанында орындықта отырмын. Таң атты. Сағат 8. Вася, мен барайын. Кішкене демалып алайын дедім. Көзімен бара бер дегендей белгі берді. Қонақ үйдегі бөлмеге барып, еденге жаттым. Есіктің тоқылдағанынан оянып кеттім. Енді көзімді ашқаным сол еді. Бар, жүгір, тоқтаусыз сен іздеп жатыр, деп есіктен кезекші медбикеге сөйлеп кетті. Кеше Таня, таңертең жерлеуге бірге барайық, сенсіз шыдай алмаспын, деп жалынған еді. Сол таңда Таняның күйеуін жерлеп келдік. Қонақ үйге келісіммен кезекші медбикеге қоңырау соқтым. Алло, оның жағдайы қалай? 15 минут бұрын көз жұмды. Мен түнімен оның қасында болдым ғой. Тек 3-4 сағатқа шығып кеттім. Тұрған жерімде дірілдеп, айғайлай бастадым. Аспанға қарап, неге, не үшін? Даусымды бүкіл қонақ үй естіген болар. Адамдар маған жақындауға қорықты. Есімді жидым. Оны соңғы рет көруім керек. Ауруханаға жүгірдім. Камерасына кіріп келсем жатыр. Алып кетпепті әлі. Соңғы сөздері әсел болды деп медбике мені тыныштандырғысы келіп жатыр. Содан соң соңғы демін алып үндемей қалыпты. Онымен моргке дейін бардым. Қабірі әлі есімде. Үлкен полиэтилен пакеттен салынған. Моргке бір ағай, оны қандай киімде жерлейтінімізді көргіңіз келмей ме деді. Мен болсам, әрине дедім. Оны әдемі әскери киімге киіндіріп қойыпты. Көкірегінде бас киімі тұр. Әдемі жасыл фуражка. Аяғы ісіп кеткендіктен етігін сыйғыза алмай жанына қойыпты. Қолынан ұстап көтермекші болдым. Сүйегі салбырап тұр. Етінен ажырап кеткен. Органдары тамағына келіп тіреліп тұр. Аузынан қан байқалады. Аяғына бірде-бір етік шақ келмеді. Менің көзімше әсем киімде оны целлофан қапшыққа салды да мықтап байлап тастады. Сосын барып, сол қапшықты ағаш қабірге салды. Қабірінің сыртынан тағы бір қабат пленкамен қаптады. Соның барлығын цинктен жасалған басқа үлкендеу бір қабірге салды. Барлығы кетіп қалды. Оның ата-анасы, менің әкем мен ағам қасымда қалды. Мәскеуде қара орамал сатып алдым. Кейін арнайы комиссия келіп бізге Васяның қабірін бере алмайтындарын айтты. Тек қана бізге емес, барлық жігіттердің жақындарына солай айтқан екен. Оларды арнайы молаға жерлейді екен. Жігіттердің сүйегін еліне алып кеткісі келгендерге. Олар халық қаһармандары. Отбасыға бұйырмайды енді. Жігіттер мемлекеттің адамдары деп көндіріп жатты. Әскери жүк көліктерінің арқасында отырмыз. Оның қабірі көз алдымда. Солдаттар жанымызда қаптап отыр. Полковник рацияны мұқият тыңдап тұр. 2-3 сағат арнайы молаға қарай жүрдік. Рациядан күтіңдер, біздің бұйрығымызды күтіңдер деген дауыс шықты. Кіруге әлі рұқсат бермейміз. Моланың маңында шетелдік журналистер жүр. Біраз күтіңдер деп рациядан белгісіз біреу дыбыстады. Барлығы үнсіз. Мен есеңгіреп айтып отырмын. Менің күйеуімді неге тығып жатсыңдар? Сонда ол кім? Қаншер ме? Қылмыскер ме? Қасында отырған полковниктің рациясын алып қоймақшымын. Жанымда отырған әкем, тыныш қызым деп бауырына басып, басымнан сипап жатыр. Полковник рацияға,
Молаға кіруге рұқсат беріңіз. Әйелі өзін-өзі ұстай алмай жатыр. Молаға кірдік. Көліктен шықтық. Солдаттар көліктен қабірді түсірді. Бізді солдаттар қоршап алды. Солай бір ғимаратқа дейін бардық. Тез деп бір офицер айқайлап жатыр. Апыр-топыр қабірді ішке алып кетті. Біз қалдық. Қабірді құшақтап та үлгермедім. Бізді бір автобусқа мінгізді. Солай қонақ үйге алып барды. Қасымыздан бір әскери кісі шықпады. Келесі күні елімізге қайтатын билет алып берді. Еш жаққа шығармады. Жолға, тамаққа да ала алмадық. Бізге ешкіммен сөйлеспеуді бұйырды. Мен бір сөйлесе алатындай. Мен тіпті жылай да алмадым. Қонақ үйден кетіп бара жатқанымызда кезекші көрпелерімді, жастық сүлгі барлығын пакетке салып жатты. Кейіннен өртеп жіберген болар. Қонақ үйге өзіміз төледік. Дәл екі апта жатыппын. Екі апта бойы алтыным көз алдымда жатып өлді. Үйге келдік. Келе салып ұйықтадым. 3 тәулік ұйықтамаппын. Жедел жәрдем шақыртыпты. Жоқ, өлмеген, ол тұрады. Бұл сондай қатты ұйқы деп айтып кетіпті. Ал әңгіменің соңғы бөлімін келесі видеодан ертең тыңдай аласыздар.